Сылам екеуміздің үйленгенімізге бар болғаны 1 жыл болған еді. Көп ұзамай ол Кореяға жұмысқа аттанды. Біз Бурабай маңындағы шағын ауылда Исламның ата-анасының ескі үйінде тұратынбыз. Сол үйде бізбен бірге оның әкесі Заманбек Айтбайұлы бірге тұрып жатты. Жасы 60-тан асса да өте сергек, сымбатты, әр сөзі салмақты адам еді. Бұрынғы дәуірдің тәрбиесін бойына сіңірген сыпайы, байсалды кісі. Алғашында мен аздап қымсынатынмын, бәрібір бір үйде ер адаммен тұру оңай емес. Бірақ уақыт өте келе бәрі қалыпқа түсті. Заманбек Айтбайұлы мейірімді, сабырлы әрі көңілі кең жан болып шықты. Ол мені қызы секілді көріп үнемі жылы сөйлейтін. Таңертең мен ас дайындап жүргенде ол әркез күлімсіреп қарап отыратын. Кейде, Сабина, қант өлшеуішті қайда қойған едің, қызым? деп сұрайтын. Мен күліп көрсетіп беретінмін. Оның денсаулығында аздап қиындық бар еді, қант диабетіне байланысты күн сайын көрсеткіштерін өлшеу керек болатын. Алғашында мен тек көмектесіп жүрдім, кейін бұл үйреншікті жағдайға айналды. Заманбек Айтбайұлы да маған сеніп бәрін тыныш қабылдайтын болды. Бір күні ол маған қарап, Сабина, сенің сабырлы мінезің мен ұқыптылығыңды қатты бағалаймын. Исламның жолы болған екен деді. Мен ұялғанымнан төмен қарадым. Рахмет, Заманбек аға. Мен де сізге көмектесіп жүргеніме қуаныштымын. Кейде мен оның жалғыздықты сезінетінін байқайтынмын. Үйде үнсіздік орнағанда сағыныш та өткен күндердің ізі де сезілетін. Сол сәттерде мен өзімді де жалғыз сезінетінмін. Бірақ біз екеуміз бір-бірімізді сөзсіз түсіндік. Ол мен арқа сүйер адамдай, мен ол үшін өмірге шуақ сыйлаған жас жан сияқты едім. Уақыт өте келе біздің үйіміз тыныштық пен сенімге толы болды. Исламмен хабарласып тұрдық, ал Заманбек Айтбайұлы әр жолы оның амандығын естігенде шүкір айтып терең тыныс алатын. Мен кейде терезе алдында шай ішіп отырып, оның бақ ішін аралап жүрген бейнесіне көз тастайтынмын. Күн сәулесі оның ақ шашына түсіп жылылық сыйлайтын. Сонда менің ішімнен жақсылық пен қамқорлық, кейде ең үлкен сүйіспеншіліктің бейнесі шығар деген бір ой өтетін. Ол оқиғадан кейін бәрі сырт көзге бұрынғыдай көрінгенімен мен ішімнен бір өзгерісті сезіндім. Заманбек Айтбайұлы да бұрынғыдай емес еді, үнсіз, ойлы, кейде тіпті өзінен өзі қашқақтайтын. Біз бұрынғыдай таңғы шай ішіп, кешке теледидар қарап отырсақ та, арамызда көзге көрінбес тыныш толқын жүріп жататын. Бір күні ол маған, Сабина, сен демалшы, бәрін өзім істеймін деді сабырлы үнмен. Мен қарсы болдым, жоқ, аға, бәрібір мен үйдемін ғой, көмектескенім дұрыс. Ол басын изеді де терезеге қарап ұзақ отырды. Көзінде бір мұң бар еді, баяғы жылдардың сағынышы мен жалғыздықтың ізі. Кешке ол маған бұрынғысынша қантын өлшеуге шақырды. Барлығы әдеттегідей өтті, тыныш, артық сөзсіз. Бірақ оның көзқарасында бұрынғы сеніммен қатар әлдебір ұяңдық, тіпті кінә сезімі байқалды. Сол түні мен көпке дейін ұйықтай алмадым. Өзімді кінәлі сезіндім бе? Әлде бір түрлі жылы сезімге бой алдырдым ба, білмеймін. Бірақ жүрегім лаулап, көңілім алабұртты. Ойымды Исламға бұрдым. Оның күлкісін, оның иісін, оның мені жаным деп айтатын сөздерін еске алдым. Келесі күні поштамен сәлемдеме келді. Ішінде Исламның жазған хаты бар екен. Сабина, мен сені қатты сағындым. Сен менің ең қымбатымсың. Күн сайын сені ойлаймын. Аман бол деп жазылған екен. Хатты оқыған соң көзіме жас келді. Сол сәтте мен түсіндім, менің жаным Исламмен, ал осы үйде маған тек төзім мен адамдық сын берілген. Сол кеште мен Заманбек Айтбайұлына шай құйып отырып, аға, сіз мен үшін туған әкем дейсіз. Мен сізге алғыс айтам дедім. Ол төмен қарап үнсіз қалды. Біраздан соң жай ғана, рахмет қызым. Сен біздің үйге жылу алып келдің деді. Сол күннен кейін біз екеуміздің арамыздағы үнсіздік жоғалды. Оның орнына түсіністік пен құрмет орнағандай болды. Кейде ол бақ ішіндегі орындықта отырып газет оқиды. Мен терезеден қарап, оның бейнесіне іштей жылы жымиып қоямын. Уақыт өтті, өмір өз арнасына түсті. Бірақ мен ол күндерді ұмытқан емеспін. Өйткені дәл сол күндер маған адам мен сезім арасындағы шекараның қаншалық нәзік екенін,
ал адалдықтың қандай құнды екенін ұқтырды. Ол маған енді өзгеше қарайтын. Бұрынғыдай жай ғана күлімсіреп емес, іштей бір терең ризашылықпен. Сырт көзге бәрі қалыпты болғанымен, арамызда көзге көрінбес сезім пайда болғанын сезетімін. Заманбек Айтбайұлы бұрынғыдан да жинақы, байыпты бола түсті. Мен келген сайын үстін түзеп, шашын реттеп, тіпті жағасында түймелеп қоятын. Кейде осының бәрі менің көз алдымда орын алғанда, ішімнен бір жылылық пен ыңғайсыздық қатар оянатын. Бір күні кешкісін жаңбырдың алдындағы ауыр ауада жарық сөніп қалды. Тағы да тоқ көзінде ақау шыққан сияқты, деді ол орнынан тұрып. Мен де барайын, көмектесем, дедім. Біз жертөлеге түстік. Ауа сыз, салқын еді. Мен құралдарды ұстап тұрдым, ол шамды. Бір сәтте аяғым тайып кетті. Тепе-теңдікті жоғалтпау үшін қайын атамның иығынан қапсыра ұстай алдым. Сол сәтте уақыт тоқтағандай болды. Ол мені қолымнан ұстап, тепе-теңдігімді сақтауға көмектесті. Бар болғаны сол ғана, бірақ ішімізде әлде бір ауыр тыныштық орнады. Жарық қайта жанғанда, ол маған қарап жай ғана, Сабина, бізге бәрін абайлап істеу керек, деді. Мен үнсіз бас изедім. Сол түні ұзақ ойландым. Мен оған құрметпен қарадым, ал ол мені өмірге жылулық сыйлаған жас адамдай қабылдады. Бірақ біздің арамыздағы байланыс тым нәзік, шекара сақтау керек екенін түсіндім. Келесі күні ол таңертең үйден шықпай, ұзақ отырды. Кейін бөлмеден шыққанда ерекше жинақы еді, қырынған, таза көйлек киген. Мен, өзіңізді қалай сезініп тұрсыз, Заманбек аға? Дедім. Жақсы қызым, деді ол күлімсіреп. Тек кейде өзімді қалай ұстау керегін білмей қалам. Мен де ойланып қалдым. Біз бір-бірімізге артық сөз айтпай, тым тереңге бармай, өз орнымызды сақтауға тырыстық. Күз де келді. Аула жапыраққа толды. Мен күн сайын сыпырып жүретінмін. Заманбек Айтбайұлы есік алдында тұрып қарап тұратын. Кейде үнсіз көмектесетін. Біздің арамыздағы үнсіздік енді суық емес еді, керісінше түсіністік пен құрметке толы болатын. Бір күні ол маған күртешемді әкеліп қолыма ұстатты. Суық тиіп қалады, киіп ал, деді. Сол сәттегі оның қамқорлығы мені ерекше толқытты. Бірақ мен сол сәтте өзіме уәде бердім, жүрегімде орын алатын сезімнің шекарасын ешқашан бұзбауға. Күндер осылай жалғасып жатты. Мен исламның хаттарын алып тұрдым. Ал Заманбек Айтбайұлы маған әкеліп мейіріммен қарап, үнсіз тілек білдіретіндей болатын. Сол күндері мен өмірде ең қиын нәрсе өз сезіміңді жеңу екенін түсіндім. Ол қимылдамады, тек маған қарады. Ал мен жасырынған жоқпын. Түн ортасында терге малынып ояндым. Есіме бір ғана ой келді, егер сол сәтте ол кіріп келсе, мен не істер едім? Бірнеше күннен кейін күтпеген жағдай болды. Мен бөлмеге кіргенде, ол үстіндегі жейдесін шешіп тастап, етпе орындағы таңғышты ауыстырып тұр екен. Оның жалаңаш денесін көргенде қолымдағы заттар түсіп кетті. Оның денесі ширақ, мығым еді, онда әлсіздік емес, ер адамның сабырлы күші бар болатын. Ол жейдесін киюге ыңғайланды, бірақ мен абайсыз жақындап кеттім. Екпені мына жерге салуға бола ма? Дедім, дауысым дірілдеп. Сабина, деді ол баяу, бірақ мен әлдеқашан мақтамды дайындап қойғамын. Оның терісі ыстық еді. Біз екеуміз де үнсіз қалдық. Болды, дедім сыбырлап. Ол бұрылып қарады. Біздің жүздеріміз тым жақын еді. Егер сен қазір кетпесең, деді ол ақырын. Мен кетпедім. Ол маған қол тигізген жоқ, бірақ оның демі бетіме тиіп өтті, күзгі желдей жылы да мұңды. Сол сәтте екеуміз де бір шекарадан аттадық, енді бәрін жай қамқорлық деп түсіндіру мүмкін емес еді. Кешкісін мен өз бөлмеме оралдым. Оның жейдесі креслода қалыпты. Оны қолыма алып, иісін сездім. Бұл әлсіздік сәті еді. Мен тек оның иісін сезіп, осы үйде, осы тыныштықта оның бар екенін елестеткім келді. Келесі күні ол бұл туралы ештеңе айтпады. Бірақ оның көзқарасы өзгерген еді, онда сабырмен қатар бір түсінік бар болатын. Кешке ол кенет, Сабина, мен түс көрдім, деді. Мен де, дедім мен. Ол үнсіз басын изеді. Бізге бұлай болмайды деп сыбырладым. Күздің соңғы күндері түнеріп жел күшейді.
Үй салқындап кетті, мен оның ескі, бірақ жылы сұр кардиганын киіп жүрдім. Ол көрсе де ештеңе демейтін. Тек қарап қоятын. Таңертең ертерек тұрып, ол әрдайым үстелге жалбыз қосылған шай қойып кететін. Бір күні ол жай ғана айтты: «Сабина, сен менің жүрегімсің. Егер тоқтасаң, мен де тоқтаймын». Не айтарымды білмедім. Жылағым келді ме, әлде оны құшақтап бәрін ұмытып кеткім келді ме, өзім де түсінбедім. Кешке тағы түс көрдім, біз екеуміз тыныш бөлмеде отырмыз. Ол менің қолымды ұстады. Жай ғана, еш артық сезімсіз, бірақ жылы. Ал оянғанда жүрегімде тыныш мұң қалды. Кеше күйеуім қоңырау шалды. 3 күннен кейін қайтам деді. Кеудемді қуаныш, кінә, қорқыныш және өкініш қатар қысып өтті. Бәрі араласып кеткен. Бір нәрсе ғана анық еді, менің ішімде бір дүние өзгеріп үлгерді. «Заманбек Айтбайұлы», дедім мен кешкі ас үстінде, менің жұбайым қайтып келеді. Ол үнсіз басын изеді де, терезеден сыртқа қарады. Мен бұның боларын білгем, бірақ осылай ауыр тиет деп ойламаппын, деді ақырын. Мен оның қасына бардым. Ол креслода отыр еді, қолдарын жұдырық қып түйіп алған. Мен алақанымды иығына қойдым. Ол менің қолымды өз қолымен басты. Сол сәтте жеңілдірілді сездім. «Біз ештеңе жасаған жоқпыз ғой», дедім мен, бірақ даусым қалтырап шықты. «Кейде ештеңе істемеудің өзі ең ауыры болады, Сабина», деді ол сыбырлап. «Сен де сездің бе?» «Мен де». Мен еденге тізерлеп отырдым, дәл солай әдетте екпе салғанда отыратымын. Бірақ бұл жолы үстел үстіндегі құрал орнында қалды. Біз жай ғана үнсіз отырдық. Ол менің шашымнан сипады, баяу, байсалды, ұрысқандай. «Сен менің өмірімдегі жылу, мен іздеген жарықсың», деді ол ақырын. Ол еңкейіп маңдайыма жақындады. Бірақ тоқтап қалды. Жай ғана тынысын сездім, жылы, сабырлы. Келесі күні таңертең тұрғанымда ол жоқ еді. Ас үйде де, қонақ бөлмеде де. Оның бөлмесіне кірсем, бос. Төсек үстінде бір жапырақ хат жатыр. «Сабина, мен айтқан шипажайға кеттім. Есіңде ме, сөз болған еді ғой. Күйеуіңді тыныш қарсы алуыңды қалаймын. Жаның таза болсын, ал өмірің жарық болсын. Мен кетіп барамын, себебі сен мені қабылдамадың деп емес, өзімді танымай қалдым. Рахмет саған жылылық үшін. Бір күні есігіңді ашқанда мен сонда тұрсам, біл, мен ұмытқан жоқпын». Мен хатты оқып отырып көз жасымды тоқтата алмадым. Ол кетіп қалыпты. Сол сәтте түсіндім, мен бұрынғы Сабина емеспін. Менің өмірімде бір жылы, бірақ тыйым салынған, түс секілді сезім болып өтті. 3 күннен кейін жұбайым келді. Мен оны баяғы сұр кардиганда қарсы алдым. Ол құшақтап шашымның иісін жұтып ақырын сыбырлады: «Сенің иісің өзгеріп кетіпті. Нағыз өмірдің иісі сияқты». Мен оны қатты құшақтап көзімді жұмдым. Сол сәтте кеудемнен әлдене сыздап өтті, мені біреу бақылап тұрғандай.